Қайырлы күн қыздар, сіздермен өнер. Қазір банкі жабу сезоны болғандықтан мен бүгін сіздерге әртүрлі жемістерден жасалған компоттың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен суымызды қайнатып аламыз және банкілерді 7 минут булап аламыз қақпағымен бірге. Жемістерімізді жуып тазалап, дәндерінен ажыратып, барлығын кесіп аламыз. Алманың дәнектерінде алып тастаймыз. Апельсинді ортасынан бөліп, бөліктерге бөлеміз. Банкілеріміз жуып тазаланды. Мен 2 литрлік және 1 литрлік банкілерді қолдандым. Банкілерге алманы, апельсинді және өріктердің барлығын салып шықтым. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерді өз каналымда күтетін боламын. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған болуы керек. Бетіне дейін толтырып құйып, қақпақпен 15 минутқа жауып қоямыз. 15 минуттан кейін банкідегі суды төгіп аламыз. Қайтадан ол суларды қайнатып аламыз. 2 литрлік банкіге 200 грамм секер, 1 литрлік банкіге 100 грамм секер саламын. Қайнаған суымызды қайтадан жемістердің үстіне құямыз. Қақпақтан жауып, бірден қатылап бекітеміз аузын. Осылай кішкене қисайтып, секерін дөңгелетіп ерітіп, банкымызды төңкеріп қоямыз. Екіншісінде дәл солай жасаймыз. Қақпағын қатылап жауып, секерін айналдыра отырып ерітіп, банкыны төңкеріп қоямыз. Осылай мен бір түнге қойдым банкілерді төңкеріп. Міне компотым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған өнер.